Қаңтарда не жаңалық? Күнге жақындау, сыртқы планетаны оңай табу, жердегі Меркурийді ұстау мүмкіндігі. Жаңа жыл жердің 2 қаңтарда өз орбитасының күнге ең жақын перигелий атты нүктесінде болуымен басталды. Мектеп үйреткендей, жер күнді белгілі бір қашықтықта айналады және оның орбитасы дөңгелектерлік. Жер мен күннің орташа ара қашықтығы астрономиялық бірлік деп аталады. Бірақ орбитамыз мінсіз шеңбер емес, демек кейде күнге сәл жақын, ал кейде сәл қашық боламыз. Іс жүзінде күннен қашықтығымыз жыл бойы 5 миллион километрге өзгереді. Бұл айға дейінгі қашықтықтан 13 есе көп. Перигелийде жер өз жұлдызынан шамамен 147 миллион километрде. Ал ең алыс нүкте Афели деп аталады. Биыл 6 шілдеде оған жеткенде күннен 152 миллион километрде боламыз. Дүрбіне телескопыңыз болса, 20 қаңтарда сыртқа алып шығыңыз. Уран планетасын көруге жақсы мүмкіндік бар. Ал сыртқы планета жай көзбен көріну үшін тым күңгірт, ал компьютермен басқарылатын телескопсыз оны аспаннан табу қиын. Бірақ 20-сына Уран Ай мен Марстың дәл ортасында тұрады. Сол кеште қараңғы түскеннен 2 сағаттан соң жарты Ай мен Марсты табыңыз. Марстан Айға қарай жылжысаңыз, Уранның әлсіз көгілдір дискін табасыз. Нептунмен қатар Уранға да бірақ ғарыш кемесі соқты. 35 жыл бұрын НАСАның 2-ші Voyager'ы. Соңғы телескоптық суреттер оның туманды көк қасбетті астындағы белсенді атмосфераны көрсетті. Жақыннан қарау үшін бір күні оралғымыз келеді. Қаңтардың соңғы 2 аптасында тез қозғалатын Меркурийді көріп қалуға мүмкіндік бар. Күн жүйеміздің ең ішкі планетасын Ай ортасында күн батысымен дереу іздеңіз. Батыс жақ ашық болуы тиіс, өйткені Меркурий көкжиектен бірнеше градусқа ғана, яғни бір жұдырыққа көтеріледі. Кішкене планета күнді жерден әлдеқайда жақын айналады. Бұл сондай-ақ әлдеқайда тез айналады деген сөз. Оның жылы жердікінен 4 есе қысқа. Сондықтан Меркурийді әр 3 ай шамасында бақылауға мүмкіндік бар, өйткені ол күннің алдынан не артынан өткенде көзге шалынбайды. Бірақ Меркурий біздің көзқарасымызда күннен ешқашан ұзамайды. Сөйтіп оны тек күн шығарда не батысымен көреміз. Меркурий орбитасында соңғы рет 2015 жылы миссиясын аяқтаған НАСАның Messenger аппараты болды. Келесі қонақ 2025-те жететін бірлескен Еуропа-Жапон Бепи Коломбо миссиясы. Қаңтардағы Ай фазалары. НАСАның күн жүйесін және сыртын зерттеу миссиялары туралы NASA.gov сайтында. Мен Престон Дайч, NASA реактивті қозғалыс зертханасынан, және бұл ай жөнінде осы.